енді лапкада екінші шашты. Мен де бұдан андай қорапқа саламын. Бұл қораптың ішіне түк те жоқ, алдында двоечка болады дегенбіз ғой. Соның ішіне саламыз. Мынаның ішіне жабыспақ болып ізі қалып қалды. Болмасының ішіне қазір мен май жағамын. Мен қақпаққа да кетті. Майымды бірақ күттімше қайран май. Маған жабысып болмау үшін жағатырмын. Енді достар, бұл мындай болып жағылады. Мен лапканы саламын. Салайын ба, салмай ба? Салдым де. Мындай болды. Енді қош бол деп бетін жауамыз. Енді біраз бүйтіп қоямыз. Енді мынандай жер бар, осы жерге бүйтіп қоямыз. Менде бір жер бар, осы жерге қазір қоямын. Достар, бұл мынандай жер, қараңдар. Мынандай, осы жерге бүйтіп қоямыз. Бұл осы жерде күшті болып тұрады. И, короче, мына майда құрамы өте көп. Аксивайдың креміне ұқсайды. Бірақ бетті күшті қылады, ағартады, беттің жардуын басады, беттегі әжімдерді құртады. Бұны алсаңыздар өте керемет болады ше. Мен қазір 1 минут. И бұны не қақпақ қояйын, екі кремді. Мен лапкамды алайын. Бірақ шайқайық. Қандай құр деп ойлайсыздар, достар? Керемет болып тұр деп ойлаймын. Мынандай болыпты. Мынандай екінші тасты, енді үшінші тасты шыға ма, шықпай ма білмеймін. Мындай болды. Күшті болды ше. Жұмсаттым және қатты болып тұрған. Еще жабыспақ болды. Қараңдар сендер. И мына қабырғаға қазір жабыстырамыз. Мынаны сызып жабысып қалды. Менде ізі қалып қалған қарадар. Бізге үшінші шашты да бұны жуамыз. Бұған қазір күшті нәрселер жасайтын боламыз. Үшінші шашты көріңіздер. Бұл видеоны өте керемет болып көріңіздер.